Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Шынайы өмірде арналған әңгімелер мен маңызды сабақтардан қорқалмау үшін арнамызға жазылып қолдау көрсетіңіз. Жаңа видеоларды бірінші болып көруге мүмкіндік алыңыз. Сынған жүрек, өшін алған қыз. Гүлнұр есімді жас қыздың өмірі бір кезде нағыз ертегідей болатын. Ол жастайынан өте ақылды, мейірімді, әдемі қыз болып өсті. Мектептен кейін жоғары оқу орнына түсті. Болашағы жарқын, өмірге деген үлкен үміттері бар еді. Әке-шешесі оның әр жетістігіне қуанып қолдап отырды. Гүлнұр болашақта дәрігер болуды армандап көп еңбек етті. Осы кезде оның өмірінде Бекжан есімді жігіт келді. Бекжан сыртынан қарағанда өте сыпайы, өзіне сенімді, көп қыздың көңілін баурап алған тартымды жігіт еді. Ол Гүлнұрдың ақылдылығы мен сұлулығына тамсанып, оған тез назар аударды. Жігіттің жылы сөздері, қылықтары Гүлнұрдың жүрегін тез жаулап алды. Екеуі тез арада жақындасып, қарым-қатынасы махаббатқа айналды. Гүлнұр оны шын сүйді, ал Бекжан да оны қатты жақсы көргендей көрінетін. Алайда көп ұзамай Бекжанның шынайы бет-бейнесі ашыла бастады. Ол Гүлнұрдың сезімдерін пайдаланып, оны өзінің құмарлықтарына беріліп, жаман жолға тартты. Гүлнұр жігітке барынша сеніп, өзінің ары мен намысын құрметтеп, оның бар қалауын орындауға тырысты. Бірақ Бекжан оның сенімін алдап, оның арын таптады. Бір күні бәрі өзгерді. Бекжан кенеттен Гүлнұрдан теріс айналып, оны елемей, тіпті дөрекі сөйлеп, араларын үзіп тастады. Ол Гүлнұрға берген уәделерін де, айтқан сөздерін де орындамады. Оның жүрегін жаралап, қыздың арын аяққа таптады. Гүлнұр қаншама рет оған сеніп, кешірім сұрап, оны қайта өзіне қайтарғысы келді. Бірақ Бекжан оған енді көңіл де бөлмеді. Ол қыздың сенімін аяқ асты етті. Гүлнұр ауыр жағдайға түсті. Оның жан дүниесі қирап, көңілі қатты қалды. Өзінің өмірі босап қалғандай, бар арман үміті күйреп, айна алдында күн сайын өзін жек көре бастады. Ол енді өзін әлсіз, қорланған адамдай сезінді. Айналасындағылардың бәрінен ұялды. Өзінің абыройын қайтарып ала алмайтынына көзі жетті. Бір кездері өмірге деген сенімі мол қыздың жанарынан күлкі жоғалып, жан дүниесі жараланды. Бірақ бір күні ол өмірін өзгертуге бел буды. Гүлнұр өзінің жүрегіндегі ауырлықты, қайғысын жеңіп, Бекжаннан өш алуды мақсат етті. Ол жігітті кешіруге болмайтынын түсінді. Оның жүрегіндегі ашу-ыза біртіндеп күшейе берді. Ол өзін құрбан ретінде емес, ерік жігері бар әйел ретінде тануға шешім қабылдады. Уақыт өте келе Гүлнұр өзгерді. Ол өзін қайтадан қолға алып, оқуын жалғастырып, үздік нәтижелерге қол жеткізді. Оның жанын жаралаған махаббат енді оның әлсіздігі емес, күшіне айналды. Гүлнұр дәрігер болу арманына қол жеткізді. Ол тек қана сырттай емес, ішкі жан дүниесінде емдеп, өзін-өзі қайта құрды. Осы уақытта Бекжан Гүлнұрдың жетістіктерін сырттай бақылап жүрді. Ол оның қателігін түсіне бастады. Бірақ тым кеш еді. Гүлнұр енді басқа адам болды. Ол өзімен болған жағдайды жеңе отырып, жаңа өмір бастады. Бір күні, көп уақыт өткеннен кейін, Бекжан оған кешірім сұрап келді. Ол өзіне жіберген қателігін мойындап, Гүлнұрдан тағы бір мүмкіндік беруін сұрады. Бірақ Гүлнұр оның көзіне қарағанда бұрынғы әлсіз қыз емес, өз қадірін білетін, өмірдің сыңдарын жеңген мықты әйел екенін көрсетті. Гүлнұр Бекжанға жай ғана былай деді: «Сен менің жанымды жараладың, бірақ мен сені кешірдім. Алайда сенің менің өмірімде енді орның жоқ». Осы сөздермен ол есікті жауып, өткенін артта қалдырды. Ол өзінің жігері мен күшін қайтарып алды, ал Бекжан енді тек өткен қателіктермен өмір сүрді. Гүлнұрдың бұл оқиғасы көптеген адамдарға сабақ болды. Ол өзін таптап кеткен адамнан өш алудың ең жақсы жолы оған тәуелді болмау, өзіңнің өміріңді өзгертіп, жаңа белестерге жету екенін түсінді. Егер сіз осындай әсерлі оқиғаларды ұнатсаңыз, біздің YouTube арнаға жазылып қойыңыз. Арнада шынайы өмірден алынған маңызды оқиғалар, өмірлік мәні бар әңгімелер алдағы уақытта шығатын болады. Қолдау көрсетіп, жаңа видеомызды жіберіп алмау үшін арнамызға жазылыңыз.